Димаш Құдайберген. Димаш Құдайберген бұл есім қазір тек қазақ еліне ғана емес, бүгінде бүкіл Жұңғодағы ән сүйер қауымға да таныс есім болып отыр. 1994 жылы 24 мамырда көршілес қазақ елінде өнерлі шаңырақта дүниеге келген. 5 жасынан ақ өнердің ұшқынын байқатқан Димаш, елден ерекше дауыспен талантты дарын иесі, сан мәрте халықаралық байқаулардың жеңімпазы. 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар қатынасатын еліміздегі ең ықпалды жоба Хунан телевизиясының әнші жобасы еді. Бұл жобаға халқара мен елімізге ежелден белгілі өнер жұлдыздары қатысып, бақ сынайтын, бүгін айы бөлек, деңгейі биік ән бәсекесі еді. Димаштың келуі бүкіл еліміз ән сүйер қауымына тосын сый болды десек те болады. Өнеріне әдемі көркі сай жігіт аузын ашқаннан ақ аңырайып таң қалыспаған адам жоқ. Әнші жобасының бірінші айналымында әлемдегі 5 үлкен французша әннің бірін орындап, отырған халықтың жүрегіне жеткізді. Естіген жанның 62 тамырын итіп, зор басымдылықпен біріншілікті қолға келтірді. Екінші айналымда әлемде санаулы ғана адамның қолынан келетін Витастың әні опера 2-ні орындап, ән орындау шеберлігінің халықаралық жоғары деңгейде екендігін дүниеге паш етті. Үшінші айналымда үшінші орынды ұстады. Десе де бүкіл Жұңғодағы ән сүйер фанаттары мен музыка мамандары жоғары бағасын беріп, кімнің нағыз әнші екенін жүректеріне түйді. Төртінші айналымда және де үшінші орынды қолға келтірді. Аз ғана уақыт ішінде ханзу тіліндегі күзгі мұң әнін өз тырышаңдығымен үйреніп шығып, нақышына келтіре орындап, тыңдармандар жүрегіне жеткізді. Әсерленген ән сүйер қауым көз жастарын жасыра алмады. Жұңго халқының үлкен мейрамы болған Юаньшау мерекесінде арнаулы ұсыныспен қазақтың ой жайлауын асқақтата шырқап, қазақ тілі мен домбырасының сарынын естіртіп, еліміз көрермендерін және бір мәрте мәз майрамға бөледі. Димаштың әсерінің қаншылықты болғанында дау жоқ. Микроблогта фанат саны қасқағым сәтте 4000-нан 35000-ға, одан өрлеп 2 миллион фанатқа өсіп, Жұңғоға келген бірінші күннің өзінде ерекше назарға ілікті. Ықпалының ерекше болғаны соншалықты, оның жанкүйерлері жатқан тұрған жерін іздеп, бір көруге, қолтаңбасын алып суретке түсіп, естелік қалдыруға зәру болып жүр. Ол олма, еліміздегі ірі кәсіпорындардың өзі келіп, істесі жасасуға ынта білдіруде. Әзірдің өзінде сауданың орайын баққан саудагерлерде Димаш киім үлгісіндегі киімдерді, телефон қаптарын, түрлі сауға бұйымдарын Димаштың атымен атап, суретін басты. Дүниенің жер-жеріндегі ыстығы ықыласты жанкүйерлері оның суретін салды. Дара дауысын естіп, қайран қалысқандарын жүздерінен жасыра алмады. Айрықша айтатынымыз, Димаштың бала күннен арманы болған Чоңмун мырзамен кездесуде болды. Әрі Димашқа сауға сыйлады. Сыйға сый жасайтын қарапайым қазақ баласы, мынау алып әктерге қазақтың ойлы шапанын жауып, домбырасын сыйға тартты. Танымал әнші Лара Фабианның өзі де даусына таң қалып кездесуге шақырды.
Хабарларға қарауымызша, Димаш Құдайберген бүгінгі таңда әлемдік үлкен сахналардың назарына іліккен секілді. Қазақ ұлттық өнер университетінің директоры Айман Мұсақожаеваның айтуынша, Димаш Құдайберген осы жолғы ән жобасынан кейін Евровидениеге қатысады. Содан кейін Америкадағы ән байқауына да өз бағын сынап көрмек дейді. Ассалаумағалейкум, өнер сүйер барша қауым. Мінекей, Димаш бауырымның теңдессіз өнеріне өздеріңізбен бірlikte куә болып отырмыз. Атам қазақ айтқандай, кемедегінің жаны бір дегендей, өнердегі ағаларымның бірі болған мен шын жүректен қуандым. Баға жетпес өнеріңе бүткіл дүние халқы таңғалып, тамсанып, ақ тілектерін білдіріп жатыр. Мен де сол ақ тілектердің ішіндемін. Димаш бауырымыз әлем сахнасын бағындырып, өнер аспанында мәңгі жарық жұлдыз болып жарқырай беруіне шын жүректен тілектеспіз. Жүнгі Қазақстан достығы мәңгі жасасын. Димаш еліміз өнер сахнасын таңғажайып сырлы даусымен тыңдармандарын тәнті етті. Әлемдік деңгейдегі өнер сахнасына сәттілік тілеймін. Ассалаумағалейкум, армысыздар, қасиетті Алаш жұртшылығы, ардақты өнерсүйер әлеумет. Димаш бауырымыздың осы жолғы көрсеткен өнері, бағындырған биіктері, сосын да осы 21 ғасыр музыка мәдениетіндегі ең үлкен құбылыс болды деп ойлаймын. Димаш бауырымыздың шығатын биігі әлі алда, жалпы қазақтың намысын қорғайтын алашқа, адамзатқа ортақ әнші болуына шын жүректен тілектеспін. Ассалаумағалейкум, өнер десе ішкен асын жерге қоятын барлық қазақ бауырлар. Және Димашты қолдайтын жанашырлары, жанкүйерлері. Біздің Димаш әлемдегі ғажап дауысты әнші. Димаштың алдағы күндеріне жақсылық тілейміз, жарыстарына сәттілік тілейміз. Аман болсын әрқашан. Өзінің әріптестеріне деген бағасын өздері береді екен. Қатысушылардың барлығы бірдей дерлік, құптап, әділдік бар ғой, әрине. Өздерінің барлығы Димашқа дауыс берді. Қатысушылардың өздері. Бұны мойындады деген сөз. Одан қала берді, пайызбен шағатын болсақ, өзінің қарсыластары 12-14% алып атқанда, Димаш бұл жерде 78-80-ге жуық пайызда көшілгер алда келе жатыр. Ол бізді қуантады. 4,5 октава немесе 5 октава дауыспен күнде қазақтың кең даласында қазақтың азаматы туа бермейді. Біздің қазағымыздың маңдайына біткен бір беделді азамат, және де бір дарынды азаматтардың бірі деп ойлаймын. Және де әрбір жетістігін естіген сайын қуана отырамын. Мойындағысы келмеген адамдар болды. Димаш енді алла ұлт қой, дәлелдеді. Сабырлықпен үндемей жүріп ақ барлығын өз орнына қойды ғой. Енді Димашқа мен сәттілік тілеймін, тек қана басқа елге бізді танытып жатса неге қуанбасқа, кәдімгі жылатып жатыр Димаштан. Мен тек қана сәттілік тілеймін ол бауырыма. Қуанамын, шын айтсам, сондай бір қазақта осындай қазақтың маңдайына жазылған осындай ұлдың барына. Ақан сері мен әсеттердің асқақ әні қалған қазақ сахарасының өрісі қаншалықты кең болса, бабаларының әуенін жалғаған Димаштың дауыс тынысы да соншалықты зор. Қай елде мейлі, қай жерде болсын, қанатың талмасын. Әлемдік сахналарды бағындырып, қазақтың баласы әлемнің Димашы болуына шын жүректен тілектеспіз.